Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята! Бүгін балалар сәуірдің 28-і. 28-ші сәуір, 28 апреля. Аптаның екінші күні, сейсенбі, второй день недели, вторник. Сабағымыздың тақырыбы менің демалыс күнім. Пишем дату и тему. Балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Повторяем новые слова. Ертең, ертең. Хайуанаттар бағы, хайуанаттар бағы. Обратите внимание, как пишется хайуанаттар бағы. Хайуанаттар бағы. Кіммен? Это вопрос. Кіммен? Жарайсыздар, балалар. Енді осы сөздерді дәптерге жазамыз. Теперь, ребята, пишем новые слова. Ертең, завтра. Хайуанаттар бағы, зоопарк. Кіммен? С кем? Пишем. Есте сақтандыр, балалар, запомните, ребята. Сен кіммен барасың? С кем ты пойдешь? Әке – это папа. Әкем – мой папа. А если с кем? С папой. Әкем мен. 2Н. Әкем мен. Әкем, если әкем – это мой папа, плюс әкем мен. Әкем мен барамын. Мен досым мен барамын. Анам мен барамын. Пойду с папой, әкем мен. Әжем мен. Анам мен. Досым мен. Запомнили, ребята? С моей папой деген сөз, иә? Енді балалар оқылым. Мәтін берілген. Мәтінді мұқият оқимыз. Давайте вместе. Ертең жексенбі. Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Онда суда шомыламын. Саша досымен хайуанаттар бағына барады. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, қолтырауын, керік, піл, арыстан бар. Ертең жексенбі, завтра воскресенье. Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Я со своей семьей пойду в аквапарк. Онда суда шомыламын. Я там купаюсь. Саша досымен хайуанаттар бағына барады. Саша со своим другом пойдет в зоопарк, правильно. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, қолтырауын, керік, піл, арыстан бар. В зоопарке есть обезьяна, олени, крокодил, жираф, слон и лев. Өте жақсы, балалар. Енді бірінші тапсырма. Суреттерді сөзге айналдырып жазамыз. Эти картинки, вместо этих картинки мы пишем слова. Например, мен – это кто? Это мама. Мама как на казахском? Давайте вспомним. Правильно, она. Мен, она мен, аквапаркке барамын. Это енді келесі. Мен – это кто? Әке. Мен, әкеммен хайуанаттар бағына барамын. Дальше вы сами. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Первое, бірінші. Сен мектепке кіммен барасың? С кем ты пойдешь в школу?
Сен хайуанаттар бағына кіммен барасың? Ты с кем пойдешь в зоопарк? Отвечаем на вопросы. Сұрақтарға жауап береміз. Үйге тапсырма. Видеороликте берілген 2 тапсырманы орындап, маған WhatsApp-қа жібереміз. Выполняем все задания и отправляем мне на WhatsApp. Я буду ждать, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.